Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз сіздермен 79-шы сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренетін боламыз. 62-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр жүйрікте допты торға тоғыттық, еп қана емес бірлікте керек екен сонықтық. Өлең Балдырған журналынан алынған. Қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт дейді. Балалар, бізде қарамен жазылған сөздер біздер және де допты торға. Бұл жердегі біз түбірі дер көптік жалғау, ал допты сөзінде доп түбірі т жалғау болып келеді. Ал торға сөзінде тор түбірі болады, ға жалғау болады екен. Ендеше келесі біздегі 63-ші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Спорттық жарыстарда болады төреші. Тәртіпті ол қадағалайды. Әділ болуы төреші тиіс. Бұл жерде балалар сөздердің орындары ауысқан. Осыны енді рет-ретімен қойып белгілі бір сөйлемдерді құрап жазып шығуымыз қажет. Ол былай болады екен. Спорттық жарыстарда төреші болады. Ол тәртіпті қадағалайды. Төреші әділ болуы тиіс. Мінекей балалар сөздердің орындарына қойып, әдемі сөйлем құрастырып шықтық. 64-ші жаттығу. Өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын, оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа, созғындағы тұрмында, бірде төмен жоғары, келтір тағы қимылға. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Балалар, енді осы өлеңде қандай іс-қимыл айтылды, соны өздеріңіз жасап көрсетіңіздер. Өлеңдегі антонимдерді тап дейді. Бұл жердегі антоним оң, сол, төмен, жоғары сөздер екен. 65-ші жаттығу. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы. Өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз. Балалар, бізде мына жерде түбір сөздер және де жұрнақ не жалғау керек екен. Бұл жерде біз жаңағы сөздің мағынасына қарай не жұрнақ, не жалғауымыз қажет. Ол былай болады, міне, кітаптар, аспаз, спорттың өнерлі футболшы. Енді осыған байланысты бір сөйлем құрап жазайық. Мен әлемге әйгілі футболшы болғым келеді. Спорттың осы түрі маған қатты ұнайды. 65-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. 66-шы жаттығу. Спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып қайта оқып көр. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс болды. Біздің сыныптан Арнұр, Салтанаттар болды. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді болды. Керекті сөздер қатысты, өтті, ұйымдастырылды, болды. Енді балалар осы керекті сөздерді қайталанған сөздердің орнына қойып, бір әдемі мәтін ойлап шығарамыз. Міне 66-шы жаттығу. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан Арнұр, Салтанаттар қатысты. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті. Осымен балалар, біздің сабаққа берілген тапсырмалардың барлығын сіздермен орындап шықтық. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, сабақ түсінікті болса, лайк баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.